жігіттер, апалар, сіңілер, жалпы спортты сүйер қауым. Біздің екінші бағдарламаға қош келдіңіздер. Алдына екеуміз күнделікті үйде жасап жүрген жаттығуларымызды сіздермен бөлісеміз деп шештік. Біздің жаттығуларымыз Табата системасымен құрылған. Өйткені Табата системасы қазіргі таңда сұранысқа ие актуалды спорттың түріне айналған. Яғни аз ғана уақыттың ішінде тез және де керемет нәтижелерге жетуге болады. Ол қандай нәтиже десеңіз, ең басты мәселе ол артық салмақтан арылу, жалпы деніміздің саулығы, төзімділікті арттыру және де жалпы дене бітіміміздің сымбаттылығын ретке келтіру. Біздің бағдарлама 3 аптаға созылады. Әр аптада біз сізбен 3 рет жолығып, бар болғаны 20-25 минуттың ішінде сіздермен басынан аяғына дейін спортпен шұғылданып, терлеп тепшіп керемет нәтижелерге жетеміз, тағы да айтамыз. Және де біздің бір бағдарламамыз 4 табатадан тұрады. Әр табатада 2 жаттығу болады. 4 қайталап істейміз және ортасында 2 минуттық үзіліс болады. Ол ең басымызды қатырмай қойып, ең бастысы қазір қасыңызға суды қойып, бізбен бастап кетсеңіздер, және де қалыспай істеп тұрсаңыздар болғаны. Ал кеттік. Қыздыру жаттығуларынан бастаймыз. Кеттік. Бастаймыз. Жалпы достар, бірінші бағдарламадан кейінгі әсерлеріңіз қандай? Бәлкім бұлшықеттеріңіз алып тұрған шығар, я? Бұлшықеттеріңіз алып тұрса, ол дегенмен де сіздің бұлшықеттеріңіз өте жақсы жұмыс жасады деген сөз. Бірақ ауырмаса да, қалай болғанда да жұмыс істеудеміз. Өйткені әркімнің спорттық дайындығы әртүрлі, әртүрлі деңгейде. Біреуі енді бастап жатыр, біреуі спортты өміріне ешқашан да тастамайды. Сондықтан да әркімге арқалай сезіну мүмкін. Оған ешқандай да көңіліңізді түсірмейміз. Бәлкім араларыңызда тек қана жаңағы спорт емес, бірінші бағдарламада айтылғандей, жаңағы тамақтануды, дұрыс тамақтануды қолға алып жатырған адамдар бар шығар, я? Егер де араларыңызда сондай алға мақсат қойып жүрген адамдар болса, ол керемет. Ондайларыңыз болса, оны да жаза кетіңіздер астына комментарийға. Оны міндетті түрде оқитын боламыз. Бүгінгі бағдарлама жалпы бірінші аптаның бағдарламасы өте қатты қиын болмайды. Өйткені ол біздің бастапқы апта, екінші аптада бізде сәл көтеріледі, және де үшінші апта қиын деп айтпаймыз, бірақ төзімділік артқан сайын басқа жаттығуларды жасайтын боламыз. Бізде азайған уақыт қалды. Демек, экранға мән беріп бірінші жаттығуды қарап алыңыздар. Ал кеттіңіз ба достар? Шиколад! Асықпай жерге шығып, Төртірек, үш, төрт. шана сетіп жатсаңыздар ештеңе де етпейді. Міне бірақшы 20 секундымыз аяқталды. Сәл тезірек істеп болады. Санайын. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Керемет. Енді үшінші қайталау. Денеміз өте жақсы. Қызып жатыр. 2, 3, 4. Денені ұстаймыз. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бізбен бірге санап тұрып жасаңыздар. 2, 3, 4. Және төртінші қайталау. Дұрыс демалуды ұмытпаймыз достар. 1, 2, 3, 4. Ал кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Және де келесі жаттығуға мәңгілік қарап алыңыздар. Қасқандай ғана демалыс. Екінші раунд кетті. Арқа асықпаңыз. Бұл жаттығуда баланс ұстау керек. Құлақ кетіп жатсаңыздар, ештеңе етпейді. Тұрамыз, немесе қарамыз, ары жалғастырамыз. Мен кәдімгі сезім жатырмын. Жамбасын шығып бердім. Енді аяқта ауыстырамыз достар. Жаңа оң аяққа жасасақ, енді сол аяққа жасаймыз. Жаңа секірген жаттығудан кейін бұл жаттығу демалыс жаттығу деп те есептесек болады. Ондай секіретін ритм жоқ. Енді тағы бірді оң аяқ, сол аяқ және де бірінші 2 минуттық үзілісімізге жетеміз. Ал кеттік. Аяғымызды сырқып алайық. Өте жақсы жұмыс жасап жатыр қазір. Бәрін қойсаңшы. Кеттік. Бәрін өтпейсің. Ол да салауатты өмір салды. Жүргізуде шөп шағанын көрді десеңші. Дәрімді деп болды. Ол сен үшін емес көрді. Керемет! Бірінші сүріңіз. Жеттік. Қойсайшы. Су ішеміз. Суды аздап ішеміз. Өйткені келе жаттығуда ішіміз бүріп кетіп, дискомфорт беруі мүмкін. Ал жалпы жаттығулар бағдарлама біткеннен кейін суды қалыпты түрде ішелеріңіздер. Яғни күніне жоқ дегенде бір жарым, жоқ дегенде 1,5 литр су адамның организміне ену керек. Жалпы достар, адам қандай кезде артық салмақтан арылады. Әрбір организм әртүрлі. Негізі бұл біздің қағидамыз емес, жаңағы кәсіби мамандардың қағидасы бойынша адамның жүрек қағысы орта есеппен 140-150-ге жетіп, содан жоғарылаған кезде жаңағы ақтау процесі іске қосады. Сондықтан да біздің табаты системасы неліктен тез артайды. Өйткені бізде демалуға уақыт жоқ. 20 майлс тренажерный залдың ішінде, тезде 20 секунд жұмыс жасап, яғни жүректің қағысын бір қалыпты күйде ұстап тұрамыз. Достар, бірақ біздер спорт залдың көмегін жолға шығармаймыз. Біздің үйдегі істелетін жаттығуларымыз ол тез арада артуға көмектеседі. Бірақ егерде денеңіздің формалары әдемі рельефті болып шығып, көрініп өссін десеңіздер, міндетті түрде қосымша салмақ арқылы спорт залда спортпен шұғылдану керек. 10 секунд уақыт қалды. Келесі жаттығуға мәндірейік. Жай приседание. Оның алдында айтып кеттік, бірінші аптаның жаттығулары қатты қиын болмайды деп. Сондықтан да қазір осындай жай жеңіл түрлерін жасап жатсақ, екінші аптада, үшінші аптада бұның кішкене күрделірек түрін жасайтын боламыз. Сәл жылдамдықты қоссақ болады. Отырған кезде тізе ішке емес, сырттан қадағалаңыздар, кетіп қап. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
бәріне мән бермеңіздер. Оның өзі спорты жүріп жатыр. Осыдан кейін планкада отырып көреміз бе? Төртіншісіне, иә. Егер де қиын болып жатса, осылай жалғастыра берсеңіз болады. Ал егер де жоқ, мен сіздерде қалыспай жасайын дегендер болса, бізбен бірге планкада отырайық. Аяқты сәл бұлшықеттерін сілкіп алайық. Ал кеттік 20 секунд планка. Мен жалпы негізі планканы жақсы көремін. Өйткені планканың кезінде әбден тері сыртына шығады. Жұмыс жасап келіп тоқтап қалған кезде дененің әрбір бұлшығы қызып бастайды. Керемет! Жоқ, осымен біздің екінші жаттығуымыз. екінші табадыда. Иә. Бұл жаттығуды жайлап шынтаққа түссек, сосын қолға қайтадан жинақтанамыз. Бұл жаттығуда арқаны тік ұстауға тырысамыз. Яғни шошайтпаймыз, майыспаймыз. Я? Және қолда ұстап тұрған жер. Сол қолға көтереміз. Сол қолға түсеміз. Сол қолға көтереміз. Келесте оң қол. Яғни достар, мынау планка емес, тік ұстаймыз денені. Ең бастысы техника және дұрыс демалу, иә? Кімге қиын достар? Сені бүгіп тұрып жасасаңыздар болады. Егер де қиынға соғып жатса. Олай керемет оңай деп айта алмаймыз, бірақ кішкене жеңілірек түрі. Енді төртінші қайталау, содан кейін тағы екінші. Үзіліс. Тұрақ. Қолдың бұлшықтері шаршады. Әнекей біз өмірге берілмейміз достар. Жатып алмаймыз. 1 және 0. Керемет. Тағы 2 минут қозырысқа жеттік. Мен шыны керек ме? Көріп жатырсыздар ма? Көріп жатырсыздар ма? Температура түсіп кетті. Сөйлемей сайын, одан сайын шашымыз. Демаламыз, достар, жүрегіміз, су ішеміз. Сәл-сәл. Халыққа кетеміз. Міндетті түрде бізге астында, осы видеоның астында пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Қандай мотивация сіздерде? Жалпы менің қағидам бойынша спорт қашан да адамның өмірінде болу керек. Яғни спортқа келіп жүруге де болады әрине. Бірақ егер спорт қашан да сіздің өміріңізде болса, көптеген туындап жатқан проблемалар, қандай кішкене шетке ысырылады. Айтқандай, жалпы ол кәсіби мамандармен дәлелденген нәрсе, спорттың кезінде адамның ойы жасарады екен, жақсы ойлар келеді. Адам тазарады, көптеген жаңағы сен айтпақшы мәселелердің шешімдері келіп жатады осындай кезде. Көңіл-күй көтеріледі, белгілі бір гормондар бөлінеді адамның бойында, көңіл-күйді көтереді және де майды жоятын гормондар бөлінеді. Сондықтан да біз анықтаймыз. Ал табан несімен қызықты? Біз аз ғана уақыттың ішінде байқап тұрсыздар, бір ғана жаттығуға байланып қалмай, әртүрлі болып істеп, яғни спортпен шұғылдануымызды одан сайын қызығырақ етіп жеткізудеміз. Азғанда уақыт қалды, 15 секунд. Үшінші раунд бізде жүгірумен басталады. Яғни тағы да денемізді бір қыздырып алайық. Орнымызда тұрып жүгіреміз. Ал кеттік дайынбыз, отырамыз. Ал кеттік. Қолды былай ұстап тұруға
де болады. Былай ұстап тұрсаңыз болады, былай ұстап тұрсаңыз болады. Ыңғайыңызға қарай достар. Бастысы демалуды ұмытпаймыз. Бастысы тоқтамаймыз сосын. Иә, дұрыс айтасың. Әркім өзінің жылдамдығында, бірақ тоқтамаймыз. Кішкене корпусты алға берсек, одан сайын қиынырақ болып түседі, иә? Ол кезде мына жамбастың мына бұлшықеттері іске қосылады. Күлімдеп тұруды ұмытпаймыз, достар. Өйткені біз денеміздің сымбаттылығына жұмыс жасап жатырмыз. Төртінші рет жарысып жүріп көрейік, иә? Кім тезіректір? Жақсылап 10 секунд демалмауымызды. Содан кейін алдын жарысып жүріп, иә? Кім тезірек? Қайда кеттік? Тез, шаршамаймыз достар. Шаршамаңыз қалыптарыңызда. Бұл соңғы жүгіру. Керемет жарайсыздар. Келесі жаттығуға дайындалайық, яғни біз іш бұлшықеттері Жаттықтырамыз. Үш, екі, бір, демаламыз. Отырамыз. Ал кеттік тағы да. Екінші рет. Қиын болса көзімізді жұмып алып жасаймыз достар. Білмеймін, маған көмектеседі көзімді жұмған кезде. Маған көмектеседі. Демаламыз тағы да. Керемет. Іштің бұлшықеттері сезім жатсың. Сіздер де сезіміңіздер. Кеттік достар. Ерінбейміз. Бұл үшінші рет. Осыдан кейін төртінші рет және де тағы да 2 минут үзіліс. 2, 1, демаламыз. Жарайсыздар, соңғы рет, соңғы қайталау, 8-ші. Ал кеттік. Үш, екі, бір. Жарайсыздар. Ой, жарайсыздар деп қойды. Жарайсыздар достар. 2 минут үзіліс. Су ішеміз. Жүреміз. Жүректің соғысын қалыпқа келтіреміз. Жалпы достар, біз жалпы достар, біздің бұл каналда ашып жатырған бірінші бағдарламамыз спортқа арналған, иә? Кейін комментарийда бөлісіп отырыңыздар. Бәлкім оларға тағы да басқа нәрселер қызық болатын шығар, иә? Бәлкім жаңағы бет әлпетіне қалай жаңағы деректе жазып жатады, бет әлпетке қалай қарайсыздар, немесе жаңағы тамақтану туралы толығырақ, немесе қандай дәрумендерді қабылдайсыздар деген сұрақтар егер сіздер толғандыратын болса, қызықтыратын болса, егер де осындай бағдарлама ашсаңыз, сіз бізге пайдалы боласыз деген ұсыныстар түсетін болса, біз ойланып көруге дайынбыз. Қаншалықты көп адам ұсыныс түсіреді, соншалықты
ол біз үшін мотивация. Демімізді қалыпқа келтіріп алайық. Кішкене теңселіп. Кімейді? Қана терге түсіп жатырмын. Ал, кеттік. Біздің 4-ші табатымыз, яғни қайталау. 1-ші табатымыз қайталаймыз. Еске түсіріп алайық. Көңілге қалай достар? Менде керемет. Менде керемет. Сондай жеңілдік, сондай кет болды. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Көрдіңіздер ме? Сондағы 2 арды жасалады 20 секундтың ішінде. 10 секунд сүрес, 2-ші қайталау. Ал кеттік. Өзің бірге салайық. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Үлгі алмай қалып жатсаңыздар, достар, міндетті емес бізбен бірге қазықпай жасау, өзіңіздің қалпыңызда жасай беріңіздер. Енді 2 қайталау, содан кейін жамбас бұлшықеттеріне көшетін боламыз. Шаршадым. Керемет. Соңғы қайталау. 4-ші қайталау достар. Бар күшімізді жинаймыз. Шаршамаймыз, жатпаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келеденме. Келе шатыруды еске түсірейік. Соңғы! Азадым. Соңғы жаттығу. Оң аяқтан бастайық. Кеттік. Ой. Бала ұстаймыз, иә. Жаңағы секіргеннен кейін бұлшықеттерді ары қысып жіберу үшін өте жақсы жаттығу. Керемет. Аяғымызды ауыстырамыз. Сонымен 2-ші бағдарламамыз соңына жетіп қалдық. Істейміз. Шаршамаймыз. Өтіп қалды. Қане, санап көрейік, иә? Қанша рет жасап жатыр екенбіз. Аяқты ауыстырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Керемет. Және соңғы қайталау. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Құттықтаймыз. Ал кеттік. Созылу жаттығулары. Су ішіп алайық кішкене. Достар, байқасаңыздар, біздің судың ішінде лимон бар. Яғни бұл жақсы әдетке айналу керек, иә? Бірақ бәріне бірдей деп айтпаймыз, өйткені кейбір адам
ағзаға және қышқылы зиян. Арқамыздың денсаулық жағдайлары болсын. Керемет. Достар, осыдан кейін қалай анықтамаймыз дейсіздер, сол ғой. Алтыншы айтпақшы, егер де бүкіл 2 минуттық үзілістерді басындағы созылу қыздыру жаттығуларын алып тастаған кезде бар болғаны 12 қана. Иә, 12 қана минут жаттығудың өзіне кететін уақыт. Күнара, бұл көп пе? Көп емес, бірақ өте нәтижелі. Осыдан кейін жылы салқын душ. Керемет, иә? Ой, талғасы бар. Міне, бүгін тағы да бір жаттығуды, тағы да бағдарламаны аяқтадық. Негізі, менің ойымша, бұл жаттығуды күндіз жасаған дұрыс сияқты. Өйткені, мысалы мен бұл жаттығулар жасағаннан кейін, кейінгі уақытта күшім асып, төзімділігім асып, сондай бір керемет көңіл күйде жүремін. Бүгінгі басқаша шығар, бәлкім, иә? Сүймемізді жақындатамыз. Жақындатамыз, иә. Аха, майланың жері кейін жатыр ма? Бітті уақыт, бітті. Достар, не дейміз? Құттықтаймыз, екінші бағдарламаның соңына жеттік. Біздермен бірге осы жерде теріліп, соңына дейін істеп жүрген спортшылардың бәрін құттықтаймыз және де құрметтейміз. Қосылмай жүргендеріңіз болса, ортамызға шақырамыз. Біздің каналға міндетті түрде тіркеліңіздер. Төмендегі қоңырауға басып қойыңыздар, өйткені біздің жаңа бағдарлама шыққан кезде сізге ескерту хабарлама келеді. Бізді көріп отырған әрбір көрерменге тілеріміз сау бол және де сау бол.